Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз балаларға буындап оқуды қалай тез, оңай үйренуге болады және әріпті оқуды үйретуде жиі кездесетін қателіктерді көрсететін боламыз. Арнамыздан алыстамай, видеоны соңына дейін көріңіз. Менің қолымда әліппе кітабы. Ең алдымен бала буындап оқуды үйрену үшін осы 42 әрпімізді толық білуі қажет деп ойлайды көп ата-аналар. Ең басты мәселе балаға әріпті дұрыс таныстырып, дұрыс үйрете білуде. Яғни, әріптің атауы болады және де әріптің оқылу тәсілі болады. Мысал үшін, А, Ә, Б, В, Г, Ғ, Д, Е деп артына қосымша әріптерді қосып айтатын уақытта бұл әріптің атауы болып есептеледі. Мына жерде көріп тұрғанымыздай әріптің аталуын, яғни атауын үйрету қажет емес. Себебі әріппен енді танысып отырған бала оны оқыған уақытта шатасатын болады. Мысал үшін, барабан сөзі болатын болса, Б, А, Р, А, Б, Ан деп, мысал үшін артындағы қосымша әріптерін қосып айту мүмкін. Мысал үшін, В, Г, Ғ, Д, Е, Ж, З дегендегі артындағы қысқа И деп айтатын болсақ, бұл баланы шатастыратын қосымша қажет емес заттар болып табылады. Яғни, балаға әріпті үйреткен уақытта барынша қарапайым тәсілін үйретеміз. Яғни, оқылу тәсілін А, Ә, Б, Б, әрпі қажет емес артындағы. Б, В, Г, Ж, К деп оқылу тәсілін үйретуіміз қажет. Екінші, балаға әліпбидің алдымен баспа түрін үйрету, одан кейін барып жазба түрін үйрету. Яғни, мат тобында, яғни мектеп алды даярлық тобында оқитын оқушы болса, немесе бірінші сынып оқушысы болса да, алдымен баспа түрін үйрету маңызды. Және де оның өзінде дұрыс үйретуіміз қажет. Яғни, кейде біз төтелеп қате жазып жататын жағдайлар болады. Мысал үшін, мына жерде қарасаңыз, Л әрпін 2 таяқша ретінде берген. Қазіргі мат кітаптарын қарасаңыздар, 2 саусақты ұқсатып, осы Л әрпіне теңестіріп жатады. Алайда біздің оқулықтарымызда стандартты түрде 4-1 болып келген Л әрпін ғана кездестіреміз. Яғни, бұл баланы қосымша шатастыратын болады. Мысал үшін, мына Д түрі де бізде қате берілген екен. Өйткені бізде кітапта 4-1 келген түрі көрсетіледі. Яғни, барлық оқулықтар бірдей стандартты әріптермен жазылады. Яғни, басқадай жазып, көрсетіп, шатастырудың қажеті жоқ. Бұл екіншісі. Сондай-ақ, қазақ тілінің ерекше өзіндік әріптері бар. Тағы да бір қателік, кездесетін қателік, бұл бізде кейбір әріптердің бас әрпі жоқ. Яғни, ың әрпінен басталатын сөз жоқ қазақ тілінде. Сол сияқты Х, айдахар сөзіндегі Х әрпінің де бас әрпі жоқ. Бұл да баланы қосымша шатастырады екен. Яғни, артық жасамаймыз. Тағы да бір қателік, көпшілік елде кездесетін балаға әліпбиді рет-ретімен жаттатқызу. Яғни, алфавит ретімен бастап үйрету. А, Ә, Әден кейін Б, Б-дан кейін В әрпін үйретіп жатамыз. Бұл да қате қағида екен. Яғни, балаға біз үйреткен уақытта
А әрпінен соң келесі әріпті қосып оқыған уақытта бала буын құрай алатындай, келесі әріппен Адан кейін келесі әріппен буын немесе сөз құрап оқи алатындай дәрежеде сондай реттілікпен оқытуымыз керек. Адан кейін р әрпі, мысалы үшін ар, ара деген уже сөздер құрастыратын болады бала. Мысалы үшін ал, ала, арала, алар, бұл уже сөздердің мағынасы бар. Бала ақырындап мәтін оқуға, сөйлем оқуға дағдылана бастайды. Келесі кеңесіміз балаларға алдымен 2 әріптен тұратын немесе 3 әріптен тұратын буындарды оқыту. Яғни 2 әріптен тұратын буындарды алдымен оқытамыз, одан кейін 3 әріптен тұратын буындарды, сөздерді оқытатын боламыз. Келесі кеңесіміз балаға әрдайым солдан оңға қарай оқу қажеттігін түсіндіруіңіз қажет. Және де бір әріптен екіншісіне жеткенше ең маңызды мәселе әндетіп, созып оқуға дағдыландыруымыз қажет екен. Яғни бірінші әріптен екінші әріпке жеткенше бірінші әріпті созып, әндетіп, қосып оқуға дағдыландыру қажет. Жеке буындарды атап айтпаймыз. Мысалы, а, л, а, р деп айтылмайды. Созамыз. А әрпінен келесі әріпке жеткенше, ал соңғы әріпті қысқа қайырып үйретуіміз қажет екен. Ал, ар, ар. Әрбір оқылған әріптің астына сұқ саусағымызды қойып үйретуіміз қажет. Ал, ар, ал. Яғни бірінші әріпті екіншісіне жеткенше созып, әндетіп оқу өте маңызды рөл атқарады екен. Буындар тізбегін оқыған уақытта көлденеңінен және тігінен оқытуда маңызды рөл атқарады. Яғни бала қайталанатын буындар болатын болса, мысал үшін аш, немесе ал, ар, ра дегендер қайталанып тұратын болса, бала ол сөздерді, буындарды жаттап алуы мүмкін. Яғни алдығашан логикалық түрде ойланып, өзі айта салмас үшін көлденеңінен және тізбек бойынша оқытып отырсақ, бала мұқият қарап әрқайсысын жеке оқуға дағдыланады екен. Оқыған сөздері баланың есінде, жадында сақталуы үшін оқыған сөздерінің мағынасын түсіндіріп, немесе өзі түсінді ме, қандай сөз шықты сұрап отыру қажет екен. Бірінші буында, бірінші ең алғаш естілетін, ең соңында қандай әріптер, қандай дыбыстар естілгенін бұл дыбыстық талдау жасатып отыруда маңызды. Және есінде жақсырақ сақталу үшін оқыған әріптерін дәптеріне баспаша түрде және жазбаша түрде 10-15 минут жазба жұмыстарын жүргізіп отыру қажет. Әрбір жазған сәтінде бала жазып отырған әрпін, сөзін, буынын өзі дауыстап айтып отырған өте маңызды рөл атқарады. Және ең соңғы, балаңызды әрдайым мақтап, сенің қолыңнан келетініне сенемін деп қолдау көрсетіп отырыңыз. Зейіндеріңіз ашылсын. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып, немесе Instagram парақшама жазсаңыз болады. Арнамызға тіркеліп қоңырауды басып қойыңыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыз.